Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтынымыз десерт және салат десек те болады. Және де алдағы жаңа жыл мейрамына дастарханға қойсаңыздар, өте дастарханның сәнін келіп тұрады. Ал енді бисмилля деп бастайық. Ең алдымен тауығымыздың етін осылай майдалап алып тураймыз. Осылай турап аламыз майдалап. Достар, описанияның астына жазып кетемін. Керектерін содан көріп жасасаңыздар болады. Және де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай окорашкамызды турап алдық. Енді піскен жұмыртқамызды да терканың көмегімен майда көзінен өткіземіз. Осылай жұмыртқамызды да өткізіп алдық. Тарелкаға бөлек саламыз. Енді сырымызды да осылай теркамен өткізіп аламыз. Барлығы теркаден өткізіледі. Енді бір тіс чесногымызды алып, терканың майда көзінен осылай майдасынан өткіземіз. Осылай өткізіп алдық. Енді чеснокты саламыз тәрелкемізге. Енді сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз бұны да. Осылай сәбізімізді өткізіп алайық. Достар, описанияға жазып кетемін. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай сәбізімізді теркадан өткізіп алдық. Енді салатымызды жинаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз ыдысымызға. Одан кейін сырымызды саламыз. Одан соң чеснок пен окорашканы салып, және кішкене бір қасықтай қара бұрышымызды саламыз. Сосын 3 қасықтай қаймақ саламыз. Қаймақ салып араластырамыз. Осылай араластырамыз. Қоюлау, қоймалжың болады. Осылай әбден араластырып алып, және де тұзымызды саламыз дәміне қарай. Осылай енді тақтайымызды әкеп, осылай домалақтап орналастырамыз. Орналастырып домалақтап алдық. Енді достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді тәрелкеге салат жапырақтарымызды әкеп орналастырамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Енді клюмкамызге жаңа теркадан өткізілген сәбізімізді шайып, жұқалап жаямыз. Осылай енді домалақтаған тестамызды әкеп ортасынан қойып, осылай жабамыз. Осылай апельсин тәріздес болады. Десертіміз өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Апельсинге ұқсас және бетіне мятаның жапырақтарын осылай жасаймыз. Әдемі болып осылай шықты. Сіздер де